Ардақты әке мен аяулы анаға арнау. Әке, ана, еске аламыз сіздерді біз әр ақтаңда. Дұға оқимыз, жалбарынып жаратқанға. Рухтарыңыз болса екен деп иманда, ұрпағың мен тілекші жұртың жиналды. Кім айтты, жалған мәңгі тұрады деп? Бұл өмір беріледі екен бір ақырет. Әруағын сыйлап келген қол жаюға ағайын, бәріңізге рахмет. Өтсе дағы талай жылдар арасында, қалсын деп өскелеңнің санасында, әруақтарға бүгін дұға тілегі арналады, өмір жолы әкеміздің жырланады. Бүгінде біз Иманберлі атамыздың ұрпағымыз, арғын елінің төленгі татты тармағымыз. Киелі шаңырақтың емшанасы, айна бала әже болды, ел данасы. Емшілік қасиеті дарыған бір басына, дертін жазып, көмектескен кәріменен жасына. Талай жылдар құрсақ сүю арман болған жастардың бұл дертінде емдеп жазған. Алладан сұрап әжем дертке дауа, дұғамен науқастарға демдеп салған. Ризашыл ел жұртынан бата алған, шаңырақта қасиетті ана болған. Сол үшінде жаратқаным берді оған баланы. Аты Мұса, тұңғышылы қуантты ғой ананы. Ұл артынан Нұрғайша есімді қыз келеді, Құдай өзі шаңыраққа нәсіп қылып береді. Біздің әке отбасының тірегі, қарындасы шаңырақтың жүрегі. Осылайша екі бала қадам басып жүреді, барша таста өсіп өніп жетеді. Мұса әке жігіт болып есейеді мақтаулы, қамқор аға қарындасқа шашпаулы. Еліне қауіп қатер төнгенде, қара желден бейбіт оты сөнгенде, қару алып қорғау үшін отанды, батырлармен майданға әке аттанды. Қан майданда ер жүректер саналды, жарақат алып талай-талай қиналды. Жалау ұстап отан үшін шерады, қиналса да елі үшін жиналды. Батырларым қас жауын алқымдады, қанпезердің қайнаған қаны салқындады. Аттырып бейбіт күнін жерімізге, қайтарып батырларын елімізге. Әкеміз жалғастырды игі ісін, Жапонның көрбеді қан соғысын, аянбай өтепті әке өз борышын. Отаны бұл қызметін биіктен бағалады, кеудеге медальдерін аямады. Оралар еліне де күн туыпты, анасы батыр ұлын қарсы алыпты. Батыр ердің бағы қалай кемісін, мақсат қойды кеңейтем деп өрісін. Кездестіріп әкеміз сұлуын шашпаулы, шаңыраққа жұмахандай келін әке бейбалы. Анасының жайлау қылып жағасын, екі ғашық тапты өмірден жарасым. Аман бөктер ауылында той береді, шаңырағына бақ пен шаттық кіреді. Жас отауға берді Алла молынан, 10 баланы бағып қағып түсірмепті қолынан. Көшбасшысы Айтбек атты баласы, ере түсті Майра атты данасы. Енді міне артынан келді Жанатбек, тай-тай басты, соңынан еріп Қанатбек. Ратай, Ләйла мен Әлиядай гүл қызы, ақ бейілге толы болды нұр жүзі. Саят атты кенже ұлы Тұяғы,
жалғастырар шежіресін ұрпағы, артынан келді алма атты ханшайым. Ерке қызы гүлдендіріп маңайын, әкесіне болып жүрді көз айым. Айша қызы шыр-шыр етіп келгенде, мәре-сәре той-тойлапты ағайын. Осылайша бақытты боп отбасы тойы-тойға жалғасыпты әрдайым. Біздің әке жеткізем деп боласын, көркейтіпті еңбегімен даласын. Баянбайда бригадир боп ардақты, сауыншыларды қадағалап жан-жақты. Мал шаруашылығын дамытудан талмапты. Мәскеудегі көрмесіне қатысып, күш-жігерін шаруашылыққа арнапты. Жеңілдікпен алынбайды көп өткел, әкемізден өтті талай бейнеттер. 81 жылы еңбек жолын аяқтап, ардақты әке атанды зейнеткер. Ал анамыз келін еді, өнерлі де салмақты, қуанышқа бөлеп жүрді жан-жақты. Бар өмірін отбасына арнапты, ою өрнек ойып, тіккен шеберлі, әсемдікке баулып өскен өнерлі. Жамандыққа қимайтұғын баласын, өзіңізбен табушы едік жарасын. Ұрпағыңа өнегелі әжесіз, ал біз үшін сен аяулы анасың. Жан едіңіз, жан шуағын төгетін, қонағына бар тапқанын беретін. Туысқандар арасында сыйлы едің, тек көңілін отбасына бөлетін. Әкетай, адал едің досыңа, сол үшін бе бақ кеп қонды басыңа. Шаңырағыңа келін түсіп той жасап, жан достарың жиылып еді қасыңа. Ұшырдың ғой қыздарыңды қияға, қондырдың ғой ұлдарыңды ұяға. Шүкір етіп, бақытын берген Құдайдың сыйлы болып төріне шықтың құданың. Аллам берді құдаларды басыңа, айналған өзі Құдай емес досыңа. Енді міне немереңге өмірге жанарыңнан ақты бақыт жасыда. Немеренің маңдайынан иіскеу, адам үшін бақыт деген осы да. Немереңе көп уақытты бөлушең, барлығына үміт артып сенушең. 30 шақты немереңіз болса да, әр қайсысын жалғызыңдай көрушең. Асыл әке 62 жасқа енді келгенде, қиындықтың бәрін күшпен жеңгенде, шөберемнің қызығын енді көрем дегенде, Алла әкетем десе, адам көнгенде. Әке деген асқар тауың, қорғаның, арқа сүйер жанашырың, ардағың. Әкемізді қатты жақсы көргенмен, әміріне бағынамыз Алланың. Елі қимас Мұса әкедей дарасын, әрқашанда топтан озған данасың. Аласармас асқар тауың тіріде, төмпешік боп енді қалып барасың. Сіз кеткенде анашым бәрімізді жұбатты, сөздермен бере білді қуатты. Бірақ қайтем, уақыты келіп анамның суық хабар бәрімізді жылатты. Жұмахан әже қайтты жалған өмірден. Адам деген зат емес қой тұрақты. Осын ойлап ұрпағыңның жанарынан жасақты. Ал ақынның таңдайынан жырақты. Өз баласын бақытынан кем көрмес. Асыл ана тәрбиесін берген ед. Асыл ана сен кеткелі өмірден жүрегіміз ауырады емделмес. Дүниенің бар байлығын жинасаң, ана деген 3 әріпке тең келмес. Әке, сен кеткелі көңіліміз мұңайды. Ұл мен қызың сағыныштан жылайды. 30 немереңіз өсіп өнді шырайлы. 59 шөбереңіз суретке қарап сіз жайлы. Атам, әжем қандай жан болған деп сұрайды. Кеңейіп жатыр әке ана өрісің. 2 шөпшегіңе үлгі болар
зор ісің. Атыңызды биік қойып ұлдарың, Мусин тегі атанып жүр ұрпағың, үлкен немереңіз көш бастаушы қуатың, өшірмеген атыңызды мұратың. Аға атанды, інілерге қорған боп, өзіңізге мінезімен тартып туған боп. Сағынып әркез сенің бейнеңді суреттерге ылғи қарай береді. Қуаныш атты кенже немереңіз өрелі, әулетінің болып жүр ғой сенері, барлығының алда ғой талай белесі, өзіңіз салған сара жолмен келеді. Білсін деп айтып келем қыз бен ұлға, заманында үлгі болған атамыз үлкен тұлға. Әке, ана, біз сіздерді теңейміз ғой алтынға. Алтын деген майдаланып кетсе де, қалады ғой алтын деген қалпында. Жақсыларды өлді деуге келмейді, өлмейтұғын даңқы барда артында. Сыйлайтұғын халқы барда артында. Асқар-тау әке, еңбек-ері, аяулы жанашыр бауыр, Иманберлі ұлы Мұса әке, аяулы ана, сүйікті әже Тұрғанбек қызы Жұмахан ана, жатқан жерлеріңіз жайлы, төрлеріңіз жұмақ болғай. Жанашырым ана, дарашыным ана, барасылым ана, шуағымсың, бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шырағымсың.